Қарағандыдағы кезекті экологиялық керемет пе, әлде таза су туралы ұзаққа созған сериалдың жалғасы ма? Шаһарда құны 2 миллиард теңгеге жуықтайтын Бұқпа өзенін құтқару жобасы ақыры аяқталды. Орталық саябақта заманауи су тазарту қондырғылары іске қосылды. Енді қалада мөлдір су бұлақша таси ма және Бұқпаның қайтадан сарқынды кәріз арнасына айналып кетпеуі кімге байланысты? Қарағандыда 2024 жылдың сәуір айынан бастап үлкен Бұқпа өзенін санитарлық тазалау жобасы қолға алынды. Жобаның құны 2 миллиард теңгеге жуық. Бұл аумақта 1986 жылдан бері ешқандай тазарту жұмысы жүргізілмеген. Салдарынан өзен арнасы лай мен қоқысқа толып шөп басып қалған еді. Оның үстіне кей тұрғындарды өз кәріз жүйесін өзенге заңсыз қосып алған. Осы өзеннің суы орталық саябақтағы көлге құятынын ескерсек, су айдынына қандай қалдықтардың түсіп келгені айтпаса да түсінікті. Общей протяженность 17 километров. Арнаның ұзындығы 17 шақырым, оның 3 шақырым саябақ арқылы өтетін жабық коллектор болса, қалғаны ашық арна. Жобаның басты мақсаты үлкен Бұқпа өзенінің арнасын тазалау. Екінші мақсаты гидротехникалық инфрақұрылымды қайта қалпына келтіріп, артымызда тұрған су тазарту құрылысы арқылы таза су жіберу. Саябақ көлеміне химиялық зат пен тұрмыстық қалдықтар түспеуі үшін су тазарту жобасы іске қосылды. Отандық өндірістен шыққан бұл қондырғы тәулігіне 12 мың текше метр су өткізуге қауқарлы. Мұнда автоматтандырылған станция мен 5 түрлі сүзгі бар. Олар майды, құмды, химиялық заттарды және өзге де қоспаны ұстап қалады. Сүзгіден өткен су ішуге жарамсыз, ол техникалық су. Среднем посчитать. Орташа есеппен жарты айда 168 мың текше метр су өткізе алады. Негізі бұл суды бір жерден алу керек қой. Біз айтып отырған үлкен Бұқпа өзені осы судан қоректенеді. Бұл Костенко мен номер 38 шахтасынан шығатын ағынды сулар, яғни таза су емес. Мердігер компания Шахтер стадионы маңындағы өзен арнасын тазалау кезінде заңсыз қосылған кәріз құбырларын тапқан. Жергілікті тұрғындардың айтуынша бұл жерге тек жеке сектор ғана емес, маңайдағы танымал кәсіпкерлік нысандары да қалдығын төгіп келген. Второй пикет. Шахтер стадионының жанындағы 42-ші пикетті толық бетондап тастадық. Енді ол жерден заңсыз құбыр жүргізу мүмкін емес. Әзірге стадион маңы мен Чкалов көшесіндегі жағымсыз иіс тыйылды. Десе де тұрғындар тұрақты бақылаумен қатаң айыппұл болмаса, заңсыз қалдық төгу қайталануы мүмкін деп қауіптенеді. Это очень важно для Караганды. Көлдің тазаруы Қарағанды үшін өте маңызды. Оған балық жіберді. Енді ол үнемі таза, сүзілген сумен толығып тұрады. Бұл саябақ үшін де, қала үшін де өте үлкен жаңалық. Я как карагандинец. Қарағандылық ретінде бұл көлді қаламыздың символы деп білемін. Себебі ол бұрыннан бар. Бала кезімнен осы жерде жүремін. Бұл көлді қандай да бір жолмен сақтап қалу керек. Мұндай нысанның салынуы қаламыз үшін маңызды әрі тарихи оқиға. Су тазарту қондырғысын тапсырыс беруші табиғи ресурстар басқармасы әлі ресми түрде қабылдап алған жоқ. Алдымен жұмыс барысында сыналған соң барып, саябақтар басқармасының теңгеріміне беріледі. Бастысы бұл істі аяқсыз қалдырмай сүзгілердің тазалығын қатаң бақылауда ұстау және оларды жылына кемінде бір рет ауыстырып отыру. Әйтпесе бұл үлкен жүйенің еңбегі еш кетпек. Диана Саятқызы, Ирина Вабишевич, Оксана Медюхина, Данил Заславский, 5-ші арна.